Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математикадан өткенді қайталап бекіту сабағын орындаймыз. 65-ші сабақ. Өзіңді тексер. Бөлу. Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табуға арналған формуланы жаз. Тіктөртбұрыш пен шаршы. Барлық қабырғалар тең болады шаршының. Яғни S тең тіктөртбұрыштікі А көбейту Б. А көбейту Б. Шаршы А. Барлық қабырғалары тең болады. Сол үшін А көбейтілген А тең А квадрат. Келесі тапсырма. Түсіну. Есепте формулаларды жаз. Ұзындығы мен бізде ауданы берілген. Енін табу үшін 63-ті 9-ға бөлеміз. Ені сол кезде 63 9-ға бөлсек 7 см. Енді ұзындығы белгісіз. Ұзындығын табу үшін ауданы мен енін бөлеміз. 64-ті 8-ге бөлеміз, 8 метр. Келесі. Ұзындығы 45 мм болатын кесінді сыз. Яғни кесінді сызамыз. Оның ұштарын А, Б. А және Б деп белгілейміз. А нүктесінен радиусы кесіндінің ұзындығына тең шеңбер сыз. А нүктесінен радиусы кесіндінің ұзындығына тең шеңбер сыз. Радиусы. Яғни бізге осындай шеңбер сызыңыздар деп тұр. Радиус дегеніміз шеңбердің қақ ортасынан бөлінген жері. Ұзыннан болса бұл диаметр болып кетеді. Осындай шеңбер сызамыз. Яғни мына жерін өшіріп тастаймыз. Келесі тапсырма. Тіктөртбұрыштардың ауданына қара. Мүмкін нұсқаларды ата. Бұлардың ішінде шаршы бар ма? Яғни 12 см квадрат болса, ауданы, ұзындығы бізде 6 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін. Ені 2 болуы мүмкін және 3 болуы мүмкін. 6-ға 2-ні көбейтсек 12, 3-ке 4-ті көбейтсек 12. 14 шығу үшін 7, ені 2 болуы мүмкін. 16 болу үшін 8, ені 2 см болуы мүмкін. Келесі тапсырма. Ұзындығы 6 см және ені 3 см болатын тіктөртбұрыш сал. Оны 1-2 тікбұрышты үшбұрышқа бөл. Әрбір тікбұрышты үшбұрыштың ауданын тап. Неге бірдей нәтиже алғанын түсіндір. Енді бізге мына жерде ұзындығы 6, ені 3 см болатын тіктөртбұрыш берілген. Біз енді осыны тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Жартының ауданын табуымыз керек. Ол үшін бізге бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін S тең 6 көбейту 3 тең 18 сантиметр квадрат. Жалпы тіктөртбұрыштың ауданы. Енді үшбұрыштың ауданын табу үшін осы төртбұрыштың ауданын бөлеміз 2-ге тең. 18-ді 2-ге бөлеміз 9. Яғни үшбұрышымыздың ауданы тең болады 9 сантиметр квадратқа. Мына тіктөртбұрышты үшбұрыштың ауданы 9 сантиметр квадрат, мынауымыздікі 9 сантиметр квадрат. Екеуін қосқанда жалпы тіктөртбұрыштың ауданы шығады 18 сантиметр квадрат. Келесі. Нүктелер дұрыс орналасқан ба? Тексер. Бірінші. 9-да 1. Дұрыс. 9-да 1-де Е нүктесі орналасқан. 1-де 3. 1-де 3 деген бізде нүкте жоқ. 1-де 2 деген нүкте бар. 6-да 5. 6-да 5 S нүктесі берілген 6-да 5-ке. Енді 4-де 5. 4-де 5-ке D нүктесі берілген. 6-да 10. 6-да 10-ға берілмеген, яғни 6-да 9-ға. Енді бізде бұл жерде мына мен
мынауымыз дұрыс емес екен. Осыны тексеріп дұрыстап жазып аламыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.